Сумка в роддом. Ана пакет выпискаға арналған заттар. Ең бірінші родзалға алған заттарын көрсетейін. Бұл одноразовый пеленка. Бөпеге арналған. Және на всякий случай екі подгузник. Салфеткамен. Қызымды босанған кезде осындай бумажны полотенце сұраған болатын. Содан осы жолы алып алдым. Өзіме ауыстыратын. Жаңа емес, ескі, дәурек. Если что тастай салғанға болатын ночнушка. Және әлдеге киім. Ол жүргек, носки. Және мына жерде шапка бар. Ползунки. Және бір мынандай сарапкасымен кофта. Соска. Маған өзіме памперс. Біреуін босанып жатқан кезде кием, біреуін босанған соң кигенге алдым. Мынандай прокладка для груди деген бар екен қазір. Сондай сатып алдым. Роддомға 2 штугын алам. Және ол керек телефон зарядка, наушник, су алам, су тағы да бір 5 баклажкасын алуым керек. Туалетная бумага және на всякий случай глицериновые свечи. Палатаға шыққан кезде керек заттар. Мен осындай пробниктар берген, Ника деген подгузник, соны алып алдым. Және мына жерде тағы да бір 10 шақты подгузник бар. Одноразовые трусики. Жыртып тастай салғанға ыңғайлы. Және осындай прокладка. Босанғаннан кейін жақсы осылар. Орамал, носки, іш киімдер, ночнушка, тапочки. Жуа салғанға ыңғайлы. Жуынатын заттар, зубная паста, щетка. Жерде кішігірім чайдың заттары, заварка, қасық, тарелкалар. Палатаға арналған одноразовый пеленка. Соска алып алдым. Стерилизовать етіп, қайнатып, дайындап қойдым. Мынау әлдеге киімдер. Мен жалпы 3 набор киім алдым. Люлькаға төсеп қойғанға жүргек. Мынау бір набор киім. Слипы. Мындай сразу. Оны кие салғанға. И осыған шапкасымен. Үшінші күні киетін киім. Сын. Мына жерде бодики. Және носки. Түктеп, жуып, дайындап қойдым. Пакетте тұрған соң жылып қалыпты. Вдруг оқып қалам деп бір кітап салып алдым. Өзімен бірге. Міне бәрі осы зат. Мынау менде выпискаға арналған пакет. Ішінде осындай жуып, түктеп, дайындап қойған әлдеге киім. Мынау одеяло. Одеяло плюс конверт. Осыған салып, орап шығамыз. Бұйыртса. Мына жерде жаңа аяқ киім пакетке салып қойған, балетка және көйлек.